Құдай біздің жүрегімізді әшкерлейді. Қасіретке қалдым-ау, енді құритын болдым. Себебі мен күнәһармын, аузымнан шыққан сөздерім де арам. Сонда да мен патшаны, әлемнің иесін өз көзіммен көрдім. Ишая пайғамбар жазбасы 6 тарау 5 аят. Ишая Құдайдың алдына келмейінше өзі жайында кейбір нәрселерді білмеген болатын. Құдайдың алдында тұрған тіпті бір сәттің өзінде ол сізді тәубеге келтіріп рухани жаңарта алады. Сіз осыған өз күшіңізбен ешқашан жете алмайсыз. Петрдің айтуынша, Құдай адамдардың бетін теріс жолдан қайтарып, күнәләрін кешірмек. Елшілердің істері 5 тарау 31 аят. Тәубеге келу Құдайдың қиналған жүрекке беретін сыйы. Осы болмаса, сіз ешқашан өзгермейсіз. Сол себепті дұшпан сіз тәубеге келмесін деп қолынан келгенінше әр түрлі айлалар жасап бағады. Ишая Құдайдың алдына келген кезде өзінің осы кезге дейін айтып келген сөздеріне байланысты әшкерленді. Ол бұрын осы сөздеріне бола уайымдайтын. Енді ол өзінің айтқаны туралы ойланып қалды. Ал сізше, ашуланып, ренжіп, айыптап немесе ойланбай айтқан сөздеріңіз болды ма? Мынаны тыңдаңыз. Аузыңыздан жаман сөз емес, жақсы сөз ғана шығып, тыңдап тұрғандардың сенімдерін жетілдіріп, игілік сепсін. Осылай Құдайдың киелі рухын ренжітуден аулақ болыңдар. Ефесіктерге арналған хат 4 тарау 29-30 аяттар. Сіздің сөздеріңіз Құдайды ренжіте алады. Дэвид Робинсон маған Ирландиядағы екі ағам, яғни протестант және католиктер келіп жиналған бір мінәжат тобы туралы айтып берген еді. Әйелдердің біреуі кенеттен жылай бастап, «Құдай, бүгін басқалар туралы жаман айтқан сөздерім үшін мені кешірші» деді. Сондай-ақ басқа ағамнан келген әйелдің біреуі де, «Уа Құдай, оларды айыптағаным үшін мені кешірші, өйткені менің жазғыруым дұрыс емес» деп айқайлады. Ақыр соңында олардың екеуі де рухани сауықтырылды. Бүгін Құдайдан сіздің жүрегіңізді әшкерелеп, аузыңызға ие болуға көмектесуін сұраңыз. Ол осыны істейді.